Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрдана. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге өте дәмді 4 қасық пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады және де жұмыртқаның сары уызынан бөлек салып аламыз. Сары уызын бөлек, ақ уызын бөлек салып алу керек. Осылайынан барлығында жақсылап салып аламыз. Одан кейін сары уызына қант саламыз. Бұл жерде 4 қасық қант салу керек. 4 қасық қантты салып болғаннан кейін жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Одан соң 4 қасық ұн саламыз. 1, 2, 3, 4. Жақсылап шанышқымен араластырамыз. Неге бізде дайын болды, енді разлихите саламыз. Бұл жерде менде 1 чайный ложка разлихите. Енді жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Әппақ болып көпіру керек, осындай видеодағыдай. Жақсылап миксерлеу керек. Енді бір-бірінің үстіне құямыз, және де осындай біздегі арнайы силиконды күрекшемен араластырсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай болып шығу керек сұйықтықта. Және де құйып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. 180 градусқа қойыңыздар міндетті түрде. Және де бетін ашпаңыздар біраз піскенге дейін. Мінекей достар, бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.